Ассалаумағалейкум ханымдар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен бомбердің мастер-классында жолығып отырмыз. Менің YouTube каналыма жазылып қойсаңыздар болады, өте қуанып қалар едім. Енді мен сіздерге осындай лекала беретін боламын. Лекаламен қазір таныстырып өтейін. Бізде бомберімізде осындай стойка жағасы бар. Мынау бізде подборды. Мынау алдыңғы астар бөлігіміз және жеңіміз. Сосын міне артқы бой, алдыңғы бой. Қазір мен пішу барысында сіздерге астарын қалай пішеміз, сыртқы бөлігін қалай пішеміз, оның барлығын толық көрсетіп отыратын боламын. Енді бізге қажетті мата. Сіздер кез келген матадан тіксеңіздер де болады. Велюр, бархат, мысалы стеганый маталар бар. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ала бересіздер. Мына менде патоның матасы осындай бірақ болып келген екен. Су қалған көсогін алған едім. Мынау дублеринді алған түрі екен, қатты, кәдімгідей формасын ұстайды. Осылай дублерин бағасы 2500 теңгеден алдым. Бомберге 1,5 метр алдым. Қазір нақты шығынды сабақтың соңында жазып кетем. Сосын және осындай астар мата керек. Астарға осылай астарлық мата алған дұрыс. Кейбіреулер купраж, тапел салып жатыр. Бұл сырт киім болғаннан кейін осындай сырғанақ астардан болғаны дұрыс. Енді қазір матамызды жайып, лекаламызды пішу барысын көрсетемін. Матаны тура ортасынан екіге бүктеп қойдым. Міне артқы бой, мына менде артқы бойды осылай бүктелген жеріне қоямыз. Мына алдыңғы бой, міне төмен жағында сызықтары бар, оны көріп тұрсыздар, Бізде мынау сыртқы бөлікті былай ішіне қарай қайтарамыз. Сол кезде астарды осы жерге дейін пішеміз. Сол үшін мен осы сызықты әдейіге белгі ретінде қалдырып қойдым. Сосын мынау бізде алдыңғы подборд. Осылай қойып аламыз. Мына жеңді осылай қойдым. Мына жағаны бүктеме етіп пішеміз. Екі жаға керек. Жағаны пішкенде, наверное, мен аның ішіндегі дублеринді алып тастайтын шығармын. Мұның қазір тігім барысында көрсетемін, бірақ мынау қалың болып тұр. Бұны екі қабаттап тіксем, тым қалың болып кететін сияқты ғой. Сол үшін қазір дублерин алып тастаған дұрыс сияқты. Міне тура осылай пішіп аламыз. Бұл бізде сыртқы бой. Астар бөлікті. Біз астар бөліктерді пішіп алатын боламыз. Міне астар матаны тура ортасынан бүктеп қойдым. Мына бізде артқы бой. Енді бөлек-бөлек жасасам, оның барлығы осының өзі 25 парақ болды. Ал ол деген 40 шақты парақ болып кетеді. Сол себепті міне осы детальдан қалай біз астарды пішіп аламыз, соны көрсетемін. Мына бізде артқы бой. Міне артқы бойда екі сызық тұрады. Мынау астыңғы сызық біздің қайыратын сызығымыз, оны тіккен кезде пайдаланамыз. Ал міне мына жерге тағы да мен сызық қойып қоямын. Сол сызықтан міне қайтарасыздар дағыны осыны қойып піше бересіздер. Мынау және алдыңғы бой. Міне жеңде де екі сызық. Мынау біздің ішке қарай бүктелетін сызығымыз. Ал мынау жоғарыдағы сызық біздің осы астар, жеңнің астарын пішіп алатын сызығымыз. Төменгі жақтың сызығына тиіспедім, жоғары жақтың сызығынан қайтардым дағыны. Тура осы ол жерде тігіске есептелген, мына жерде де тігіске есептелген. Сол себепті сол сызықтан қайтарып алып, осылай пішіп аламыз. Астар бөлігі алдыңғы астар, артқы астар және жеңнің астары. Осы астар матадан осы үшеуін пішіп аламыз. Екі деталь және бүктеме бір деталь қажет. Ханымдар, енді біз бомберімізді тігіп бастаймыз. Бұл үшін артқы бойды алдым. Мына артқы бой. Иықтарын қосып аламыз. Артқы бойдың иықтарын және жан тігісін қосып тігіп аламыз. Одан кейін осы иығын жанын қосып тіккеннен кейін міндетті түрде примерка жасап алыңыздар. Мен негізі мынау бомбердің ұзындығын ұзын алдым. Қазір енді өзім тігіп көремін, киіп көремін. Сосын егер қатты ұзын болып жатса, ұзындығын қысқарта саламыз. Қысқа нәрсені ұзартып аламыз. Сол себептен ұзын ала берейін дедім. Тігіске 1 см орын берілген, сол 1 см орынды қосып тігіп аламыз. Иығын тіктім. Енді жағын тігеміз. Кәдімгідей қалың, жақсы мата. Қазіргі сезонда өте жақсы. Келесі жақта да тура осылай иығын жанын қосып тігіп алыңыздар. Ханымдар, иығын қосып, жанын қосып, примерка жасап киіп көрдім. Маған кеңдігі жақсы. Қазір енді қатты қалың қыста кимейсіз ғой, қазіргі уақытқа болады бір көйлектің сыртынан киюге. Мен кеңдікке қазір ұмытып тұрмын, 8 см қостым екен. Енді сіздерге тағы да кеңдікке қосып қоятын сияқтымын.
егер примерка барысында көп десеңіздер тек мына жанынан ғана ала саласыздар. Енді мынау біздің жаңағы тіккен тігістерімізді осылай ортасын ашып өтіктеп аламыз. Содан кейін жағасын қосатын боламыз. Қанда тігісін өтіктеп алдым. Мына менің штативім кішкене бір жерсін дұрыс болмай тұр енді. Міне қазір енді біз жағасын қосып тігетін боламыз. Мына жағаның дублеринін алам деген едім, аламай қойдым. Өте қатты жабыспаған екен. Енді осылай тігіп көремін енді. Ана астарматадан, ішкі бетін астарматадан салғым келіп тұрған жоқ, себебі анау ол астармата жылтыр болады ғой, сонымен мойынды тоңып кете ма деп оны салғым келмей тұр. Сол себепті осыдан тіге береміз. Міне мынау дөңес болып тұрған жағы бізде жоғарғы жағы, осының бір шетінен бастап келесі шетіне дейін 1 сантиметрлік тігіспен қосып аламыз. Міне тігіп алдық. Енді мынау қазір ішіне қаратқан кезде бұрышы грубый болып кетеді екен. Мен сол себепті бір несінің қабатын қалдырамын, келесі қабатының бір шетін сәл тігістен 2-3 мм артық қалдырамын да қалғанын кесіп тастаймын. Егер екеуін бірдей кесіп тастасаңыздар, мына жағаның бұрышы томпиып, қазір қалың мата болған соң томпиып тұрады. Сол себепті мен бір қабатын ғана кесіп жатырмын. Кесіп тастадым, енді ішіне қоңғыратып аламыз. Енді ішкі бетіне біз 0,1 мм тігіс түсірейік. Енді мына біздің тіккен осы жаққа қайтырсақ бекейін. Мына төменгі жағын кесіп тастадым. Мынау кесілмеген жағын ішкі бөлігі деп алатынымыз енді. Демек осы жағына, мынау ішкі жағын қаратамыз дағыны, мына тігістің түбімен 0,1 мм тігіс түсіреміз. Мына тігістің ортасын ашамыз. Мына тігілген тігісті мына лапканың ішкі жағына туралаймыз. Тігісті ашып отыр. Бұл дегеніміз астар бөлікті жасаған кезде тігілетін тігіс. Астарымыз сыртқа шығып тұрмас үшін. Міне, көрініп тұр ғой. Енді осыны жаңағы 0,1 мм тігісті осылай ішке қарай жатқызып, осы тұрсында өтіктеп аламыз. Міне жаңағы 0,1 мм тігісім осы ішкі өзіме қарап тұр. Сол жаққа қарай жатқызамыз. Осылай өтіктеп алдық. Енді қараңыздар, 0,1 мм тігісті ішке қарай жатқызғанда осылай артық қалды. Енді тура осы тұрысында мынау артық қалған жақтарын кесіп тастаймыз. Бұл дегеніміз киімге основровка жасау деп аталып, астарды осылай туралап жібереміз. Жағаны өтіктеп алдық. Жаңағы артығын кестім. Енді жағаның тура ортасын тауып аламыз. Ортасын тауып, сәл ғана осылай белгі қоямыз. Енді мынау жаңағы біздің артқы ойымыз. Артқы ойдың иықтарын бір-бірімен тура келтірейін дағыны. Осының ортасын тауып аламын. Енді ортасын тапқаннан кейін мұқият боламыз. Мынау жаңағы біз 0,1 мм тігісіміз, ол ішкі жақ, яғни жаға бізде осылай тұру керек. Сол себепті мына сыртқы бөлікті оң бетіне беттестіреміз дағыны. Осы ортасын енемен түйреп аламыз. Енемен түйреп қойдым. Енді бұл тұра берсін. Одан кейін айта кететін, біз алдына замок қоямыз. Замокқа бізге 1 см орын қалдыруымыз керек тігіске. Сол себепті мынау алдыңғы бойдан 1 см қалдырып, мынаны орналастырамыз. Енді қалған жерлерінде осылай
инемен түйреп аламыз. Жағаны, мойынды тартпаңыздар ешқандай. Хандар, міне 1 сантиметр башағынан қалдырып, осылай жағамызды орнатып алды. Енді осыны 1 сантиметрлік тігіспен қосып тігіп шығамыз. Не тігіп шықтық. Енді ұстап тастаймыз да. Жағасы қалай жатқанын көреміз. Енді сіздер алып тіге бересіздер. Мен енді просто мынау жаға қалай болады, дұрыс шыға ма, соны тексеріп көремін. Одан кейін уже астарын біріктіреміз. Астарын тігіп, сосын құрастырамыз. Хандар, киіп көрдім, жағасы өте керемет болып тұр. Тура ойындағыдай жаға болып шығыпты. Енді жағаның тігісін мына төменге қарай жатқызып өтіктеп жібереміз. Сонымен бұны қоя тұрамыз. Енді астар бөлікті құрастырып тігейік. Міне бізде астар бөлігіміз алдыңғы артқы ойдан тұрады. Мұны бізде алдыңғы астар. Осыған подбортымызды біріктіріп аламыз. Матаның оң беті маған қарап тұр, яғни осы жақтікі. Осы астар матаның оң қайсы, теріс қайсы білмей аласыңдар. Сосын пішіп атқанда сразу белгілеп кету керек ше. Алдын осылай біріктіріп алайық. Иығынан бастаймыз. Жоқ, астыңғы жағынан бастайық. Себебі мынау жұмсақ мата жоғары жағында тұрған дұрыс. Егер төмен жағында тұрса, ол жиырылып қалады тігілген кезде. Сосын жетпей қалады. 1 сантиметрлік тігіспен барлық тігістің басында және соңында закрепка жасап отырамыз. Біреуі жұмсақ, біреуі қатты мата болған соң. Міне тігіп алдық, екеуі бірге шықты. Енді қазір оны бірге үтіктейміз. Тура келесі жақта да тура осылай тігіп қосып алыңыздар. Екі жағын тігіп алдық. Осы тігісімізді жатқызып, жақсылап үтіктеп аламыз. Енді ханымдар, бағана сыртқы бөлікте сіздерге көрсеттім, міне артқы бойды аласыздар дағынан, мынау алдыңғы бойдың иықтарын жан тігістерін қосып біріктіріп аласыздар. Бір көрсеткен нәрсені видеоны ұзақ қылмай, қайта-қайта көрсетпей ақ қояйын. Осылай иықтарын жан тігістерін қосып алыңыздар, сосын осы тігістерді екі жаққа қаратып үтіктеп аламыз.